Тараз қаласында тағдырдың тәлкегіне ұшыраған жандарға пана болған номер 5-ші арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну орталығы жұмыс істейді. 2014 жылы ашылған орталық қызмет алушыларға жасы мен денсаулық жағдайын ескере отырып, үй жағдайына жақындатылған қолайлы өмір шартын қамтамасыз ету бағыты бойынша қызмет атқарады. Орталықта денсаулығы сыр берген, туабітті ерекшелігі бар немесе жүйкесі тозған 518 әлеуметтік көмекті қажет ететін жандар орналасса, оларға 400-ге жуық қызметкер арнаулы қызмет көрсетеді. Бұл орталықтағы мамандардың қызметі кәдімгі медицина қызметкерлерінің жұмысынан асып түспесе кем емес, себебі адамды қалыпты қоғамға бейімдеу қыруар еңбек пен төзімділікті қажет етеді. Бүгінде орталыққа барар жолдың жағдайы мәз емес, яғни мұнда күнделікті қатынайтын қызметкерлерден бөлек аптасына бір рет балаларын демалысқа алып кететін ата-аналардың да келіп кетуі қиынға соғуда. Осы жайтты өз көзімізбен көрген соң арнайы таспаға да түсіріп алдық. Сондай-ақ арнаулы әлеуметтік орталықтың қолданысқа берілгеніне 10 жылы енді болса да сыртқы келбеті күрделі жөндеуді қажет етіп тұр. 900 адам қызмет жасайды. 400 қызмет жасаса, олардың ата-аналарын келіп кетуі. Өздеріңіз білесіздер, бұндай аурудың ата-аналарының көбісі орташа жағдайлар қиындау, таксимен жүру мәселесі өте қиын. Қашан жол істейсіздер, таксимен ақылы келгеніміздің өзі қиын, үлкен қаражат алады, 1000-дан 1500 теңге дейін алып келеді. Ол бізге кәдімгідей деген әңгімелер өте көп туындайды. Енді бастапқы жағдайда қиынырақ болды. Дегенмен бұл мүгедек жандар ғой, енді жарым жандар, бұларды көріп өзімізде жан ашыр сезім пайда болып, өзіміз бір күніге біз осы жұмысқа келген кезде 8 сағат уақытымыз осы жақта өтеді да, олар да бізге уже ыстық болып, бізде олар жақсы көріп, қорқыныш деген ешқандай жоқ. Оларға көмектескіміз келеді. Себебі бұндай ауруларды біз үйде ұстай алмаймыз. Ол деген біріншіден ортаға зиян, екіншіден отбасыға зиян да бар. Себебі ана байқұс ауырған баласына көп назар бөлінеді. Артында өсіп келе жатқан қалған балалар қараусыз қалады. Сол қиындықтар ертең туындайды. Тәрбие көрмейді, мына аяқта ана байқұс осы ауру баламен. Әр қызмет алушыға, осы орталыққа түскен қызмет алушыға біз 14 күн бақылап, әр қайсына жеке жұмыс жоспар құрып, сол жеке жұмыс жоспарда біз әр қызмет алушының өзінің индивидуалды керекшілігін анықтап, соған оңалту жеке бағдарламасын ескере отырып, жеке жұмыс жүргіземіз. Енді әрекет етуге қабілетсіз болғандықтан, біз олармен әңгімелесу барысында сақтық шараларын сақтауымыз қажет. Өзіміздің қорқынышымызды, ол туралы мәліметтерді біле отырсақ та жасырып, оны барынша назар аударып тыңдауға тырысамыз. Солардың жүректерінің былай айтқанда мықтылығы. Әрқайсы мынау қазақ өзі жүрегі кең, пейілі дұрыс, қаранан жесеңді қайғысыз жегсін деген принциппен жүрген мысалға адамдар. Өздеріңіз білесіздер, мысалға 90 жылдары білім саласы мен осы медицина саласына айлық төлемесе де сол балаларды оқытты ғой. Сол адамдарды емдеді ғой. Патриотизм айтқанда да. Үйретемін, кесте тігіп, тігін машинасыменен, бисер, пайеткаларменен қызмет алушыларға, оларға өздері сол жұмыспен айналысқан өте ұнайды. Уақыттар өтеді, осымен қызықты өтеді. Қызмет алушылардың әрқайсысының қызығушылығына байланысты. Бірі тігінменен айналысса, бірі басқа сурет салу, мысалы, жаңа айтып отырмын, 10 позицияға бөлінеді бізде. Мысалы, компьютер үйірмесі бар. Сол өзімізді тігінге қызығушылығы бар қызмет алушылар маған келеді. Көрмемізде тұрған заттардың бәрі, бұйымдардың бәрін сол қызмет алушылардың өз қолымен тігілген
жасалынған заттары, ол заттарды біз жаңа көрмелерге шығарамыз. Жаңа жарыстар болған кезде сол заттарды өздері жасап, өз қолдарымен жарыстарға да шығады. Бізде мекеме әлеуметтік медициналық мекеме болып есептеледі. Медицина қызметкерлері мерекесі ол шартты түрде аталынып өтіледі. Бірақ медицина мен педагогиканың ортасында әлеуметтік сала әлі де дамуы тежеуілдеп келе жатқан жайы бар. Осы мәселеден мысалға бізге өзіміздің білімімізді арттыру мақсатында біз түрлі шараларға қатыса алмай қалатын кезіміз болады. Өйткені біз медицинаға да жатпаймыз, педагогикаға жатпаймыз. Осы себепте бізде сәл қынжылтатын мәселелер бар.